Әлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін Түркиядағы Стамбул қаласындағы ең керемет мешіттердің бірі Сұлтан Ахмет мешіті туралы айтатын боламыз. Бұл көк мешіт Сұлтан Ахметтің бұйрығымен салынған Стамбул қаласындағы тарихи ескерткіштердің бірі. Ол мәрмәр теңізінің жағасында. Көк мешіт атауы күмбездердің көк түсті болуына байланысты айтылады. Көк мешіттің аумағы өте үлкен, ғимараттың биіктігі 43 метрге жетеді. Сұлтан Ахмет мешіті Алланың ризалығы үшін салынған мешіттердің бірі. Мешіт құрылысы 1609 жылы басталып, 1616 жылы ашылды. Көк мешіттің сәулетшісі Седавкар Мехмет аға. Ол Синан атты сәулетшінің шәкірті болған. Мешіттің ғажап элементтерінің бірі михраб. Михрабқа Меккеден әкелінген қара тас қойылған. Мешіт әу баста үлкен архитектуралық кешеннің құрамына енген болатын. Бұл кешеннің құрамында медресе, аурухана, қайырымдылық мекемесі, асханалар, керуен сарай сияқты қоғамдық орындар болған. Көк мешіт түрік және батыс мәдениет үйлесімін тапқан ерекше туындыларының бірі деуге болады. Мешітте классикалық Осман империясының византиялық шіркеулер үлгілері үйлестірілген. Көк мешіт Византия королі өмір сүрген қамалдың орнына салынған. Мешіттің 260 терезесі бар. Осы терезелерден түсетін күн сәулесімен мешітке іші жап-жарық болып тұрады. Көк мешіт ислам және ислам әлем сәулет өнерінің ерекше үлгілерінің бірі. Стамбул қаласына келетін болсаңыздар, міндетті түрде бұл мешітке келіп көрулеріңізге жетеді. Әлемдегі ең үлкен тіреуіш. Қараңыздар, бұл адамның алдында не деген үлкен тіреуіш. Бұл күмбезді көтеріп тұратын тіреуіштердің бірі. Әрбір ою өрнектері ешқандай мешітке ұқсамайтын ерекше үлгілерінің бірі. Дегенмен де бұл мешітке кіру барысында күмбездері ерекше, басқа да әсемдік сызбалары ешкімге ұқсамайтын ерекше. Бұл мешітке 10.000 адам сыйымдылығы жасатылған. Және де басқа мешіттерге ұқсамайтын 6 мұнарасы бар. Назарларыңызға рахмет. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.